Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай венский вафли дайындайтын боламыз. Егер осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де осындай жұмсақ әрі дәмді вафлилер шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысқа алдымен жұмыртқамызды, одан кейін қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Одан кейін сары майымызды құйып, қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бал ол міндетті емес, ол тек қана дәм беру үшін өз қалауыңызша. Енді ұнымызды илектен өткізіп, жаймендеп салып араластыратын боламыз. Одан кейін қопсытқышымызды осылай ұнмен бірге салып араластырамыз. Бізде осындай қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, масса шығуы тиіс. Енді осы қамырымызды қызып тұрған вафельницамызға саламыз. Енді вафельницамыздың бетін жауып, шамамен 5-10 минуттай вафлиларымыз қызарып піскенше барлығын осылай пісіріп шығамыз. Менде шамамен 5-6 минутта осылай қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Міне достар, біздің жұмсақ әрі дәмді болып шығатын вафлиларымыз дайын болды. Егер де менің осы рецептімен жасап көріп жатсаңыздар, міндетті түрде комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписаться белгісін басып тіркеліп, колокольчик белгісін басып кетіңіздер.